Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге нәзік, жұмсақ, хош иісті асқабақ пюресімен дайындалатын керемет синнабон рецептімен бөлісемін. Тәтті даршын, апельсинді крем және де күздің ерекше дәмі бәрі осы видеода. Егер сізге асқабақ қосылған бәліштер ұнайтын болса, бұл рецепт міндетті түрде сізге ұнайды. Ең алдымен қамырымызды дайындау үшін жылы сүтімізге ашытқымызды, қантымызды, тұзымызды және де 2 жұмыртқамызды салып араластырамыз. Асқабақ пюресін саламыз. 1 шай қасық ванильный сахарымызды саламыз. Жақсылап барлығын біркелкі масса болғанша араластырып, ұнымыздың үстінен құямыз. Және де қамыр илейміз. Және де соңынан жұмсақ сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындауға кірісеміз. Жұмсақ сары майымызға қантымызды, корица және де асқабақ пюресін салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Біздің қамырымыз көтеріліп, жұмыс жасауға дайын тұр. Қамырымызды үстелдің үстіне қойып, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Мен кішкене қалың қылып жайып қойыппын. Сіздер жұқа етіп жайсаңыздар, үлпілдек жұмсақ болып шығады. Жайып болғаннан кейін ортасына салмамызды салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Асқабақтың құр өзін ұната қоймайтын адамдарға дәл осылай синнабон қылып жасап берсеңіздер, өте дәмді сүйсініп тұрып жейтін болады. Негізі асқабақ деген адам ағзасына өте пайдалы. Салмамызды бір тегіс етіп жайып болғаннан кейін рулет қылып орап шығамыз. Бірнеше бөлікке бөліп алғаннан кейін ыдысымызға орналастырып, бетін жауып 15-20 минутқа расстойкаға жібереміз, яғни қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Содан кейін 180 градус қызған пеште жарты сағаттай пісіріп аламыз. Ендігі кезекте кремін дайындауға кірісеміз. Творожный сырымызға сахарный пудрамызды салып, миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Содан кейін апельсин цедрасы мен апельсин соғын құйып, тағы да араластырамыз. Дайын болған кремімізді, пештен шыққан синнабондарымызды бөлме температурасында шамалы суытып, содан кейін барып кремін жағып шығамыз. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.